Güzel. Tekrar. Salamatсыздар оқушылар. Саламатсыздар, әскери жетекші мырза. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы техногендік сипаттағы қауіптілік. Видеороликке назар аударамыз. Оқушылар, сіздер түсініңіздер оларға айтып жатқан. Мынау ОЗК-де бар, газ тұмылдырып киім жатылады. Бұл өрт улану бір жағдай болған кезде осыны киетін. Түсініп тұрғанда контур киіп көрсетіп жатыр, өзім экранға көрсетіп тұрғандай. Осы киіп өрттен сақтайтын киім жатылады, былай айтқанда өрттен сақтайтын киім жатылады. Бұл екі оқушыға аласыз. Бұл газ тұмылдырып жатады, орысша папирға жатады. Бұл арқылы өрттен, уланудан, апаттық жағдайлардан сақтануға болады. Киіп көрсетіңіздер. Оқушылар, алдарында көріп тұрғандай, мына ОЗК деп аталады. ОЗК, яғни тығыз резинкеленген киім жатылады. Мынау противогаз, газ тұмылдырып, қазақша газ тұмылдырып. Бұл қауіпті, үйлеріңіз қауіпті аймақта тұрса, өрт қауіпсіздігі бар жерлерде тұрсаңыздар, осындай үйлеріңді, әркімнің үйінде осындай нәрсе болу керек. Сондай жағдайға тап болған жағдайда осындаймен өздеріңізден сақтайсыздар. Авария дегеніміз, яғни апат, қазақша айтқанда апаттың қандай түрлерін білесіздер? Кім айтады? Мысалы, апаттың қар көшкіндері, мысалы, құмды далалардың тұруы, одан кейін орманда өрт шығуы, су тасқындарын асып кетуіне, ауылдардың басылуы болсаңыздар. Сосын цунами, сондай апат түрлері. Сонда қар көшкіні қай уақытта болады? Таудың бастарында. Ал су тасқыны, көктемде қар еріген кездерде болады. Ал өрт, жазда күн ыстық кезде, найзағай түскен кезде сондай да өрт болады. Ал цунами, тек тақталар бір-бірімен соғысқан кезде содан пайда болатын
апатқа. Evet, dürüst.
Üniversite ағаш автомат тасымалдау сақталады. Дұрыс. Және де келесі сұрағымыз өрт және жарылыс қаупі бар нысандардағы авариялардың негізгі себептері қандай? Өрт және жарылыстардың болатын негізгі себептері это жұмыс кезінде технологиялардың жұмыс жасау процесіндегі қателіктерден, адамдардың ережені дұрыс сақтамағанынан және кейбір ақылсыз әрекеттерінің болуынан. Келесі тақырыбымыздың жалғасы гидродинамикалық авариялар жатады. Бұл жерде сұрақ туындайды. Гидро деген қандай мағына береді? Мысалы, гидросфера дегенде, гидросфера қандай мағына береді? Кім айтады? Су деген мағына береді. Бұл яғни су туралы бар, су тасқыны, бұл тақырып су тасқыны туралы. Бұл жерде 2017 жылы Ақтөбе қаласында Елек деген және Қарғалы дейтін өзенге таман су тасқыны арасынан жаңағы күшті Заречный, Садовый дейтін ауылдар жаңағы зиянға ұшыраған.
қай уақытта мысалы біреуіңіз мысалы басқа жерге барғанда осындай жағдай ұшырап қалуы мүмкін, ол үшін алдын алу шараларын білуіңіз қажет та манағы. Сол үшін сіздерге арнайы слайд